саламатсыздар ма? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бұқтырма тағамының рецептісін мен бөлісемін. Бізге керегі ет, томат пастасы, қызанақ, чеснок, перец, картоп, сәбіз, укроп, қара бұрыш, түмен, тұз, зира, кориандр, паприка қажет болады. Алдымен қазанға майды құйып, оған үлкендеу етіп турап етті саламыз. Оған тұз, бұрыш, бетіне кориандр, зира, қалаған приправаларымыз салып, оның үстіне пиязды турап саламыз. Пияздың үстіне сәбізді турап саламыз. Сәбіздің үстіне тұзын салып, одан кейін картошканы, ірі туралған картошканы саламыз. Картошкеге приправа, тұз, қара бұрыш, зира, түмен, паприканы саламыз. Оның бетіне помидорды төртке бөліп, және де болгар бұрышын төртке бөліп саламыз. Бір кесе суға бір қасық томат пасын езіп, бетіне құйып, үстінен орам жапырақпен басып жауып тастаймыз да қазанда баяу отта 1,5 сағат 2 сағатта пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.